Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Қайта қауыштық. Мен Гүлназ Сабитовна, гинеколог-дәрігер. Бүгін біз өте маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Гинекологқа баруды кешіктіруге болмайтын 5 белгі. Бізде ауырмаса бармай-ақ қояйын деген менталитет бар. Немесе өзі өтіп кетер деп күтеміз. Немесе уақыт жоқ, немесе ұялады. Бірақ кейбір белгілер бар, оларда бір күнде кешіктіруге болмайды. Бүгін мен сізге дәл осы белгілерді айтамын. Мен бүгін сізге мынаны айтамын. 5 белгі нақты, түсінікті тілде. Неліктен кешіктіруге болмайды, себебі және барғанда не күтуге болады. Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен маңызды нәрсені айтайын. Гинекологқа бару бұл тек ауырғанда ғана баратын жер емес. Жыл сайын жоспарлы тексеру барлық әйелдің міндеті. Белгі болмаса да. 25 жастан бастап жылына 1 рет. Себебі гинекологиялық аурулардың көпшілігі ерте кезеңде белгісіз болады. Тек тексеру кезінде анықталады. Бірақ бүгін мен белгілер туралы айтамын. Мына 5 белгі болса, ертеңге қалдырмаңыздар. Бүгін телефон алып, дәрігерге жазылыңыздар. Бірінші белгі – етек кір арасында немесе жыныстық қатынастан кейін қан кету. Бұл ең маңызды белгілердің бірі. Етек кір аяқталды, бірнеше күн өтті, кенеттен қан кетті. Немесе жыныстық қатынастан кейін қан кетті. Немесе климакстан кейін 12 айдан астам етек кір тоқтаған соң қайтадан қан кетті. Бұл неден болуы мүмкін? Жатыр мойны эктопиясы немесе дисплазиясы. Жатыр мойны немесе жатыр ісіктері қатерлі немесе қатерсіз. Жатыр полипі, гормональды бұзылыс, эндометрит, жыныстық жол инфекциясы. Климакстан кейінгі қан кету, жатыр рағының ерте белгісі болуы мүмкін. Неліктен кешіктіруге болмайды? Себебі қатерлі ісік ерте кезеңде анықталса, 100%-ға жуық емделеді. Кешіктірілсе өте ауыр. 1 апта маңызды айырмашылық жасауы мүмкін. Жыныстық қатынастан кейін қан кету болса, дереу дәрігерге. Себебі жатыр мойны рақының ерте белгісі болуы мүмкін. Ерте анықталса, кішкентай операция. Кеш анықталса, үлкен операция, химиотерапия. Екінші белгі – өте қатты ауыратын етек кір. Өмір бойы етек кір ауырған болса, мен бұл туралы айтып отырмаймын. Бірақ мынаны нақтылайын. Етек кір кезінде дәрі ішпей тұрып, жұмысқа бара алмасаңыздар, төсектен тұра алмасаңыздар, оқуымызға кедергі болса, бұл норма емес. Норма – етек кір кезінде аздаған дискомфорт немесе жеңіл ауырсыну. Дәрі ішпей өтетін, іс-тіршілікке кедергі жасамайтын. Бірақ егер ауырсыну өте қатты болса, дәрі де онша көмектеспесе, бұл белгі. Себебі не болуы мүмкін? Эндометриоз, ең жиі себеп, аднексит, миома, аналық без кистасы, жатырдың аномалиялары. Неліктен кешіктіруге болмайды? Эндометриоз – прогрессивтік ауру. Яғни ем жасалмаса, уақыт өткен сайын нашарлайды. Аналық бездерді, жолдарды зақымдайды, бедеулікке апарады. Ерте анықталса, жеңіл операция немесе дәрілік ем. Кешіктірілсе, ауыр операция, бедеулік. Орта есеппен эндометриоз диагнозы 7-10 жылда қойылады. Яғни жылдар бойы зардап шегіледі. Бұл жарамайды. Ауырсыну болса, дереу дәрігерге. Үшінші белгі – жағымсыз иіспен немесе ерекше түспен ағу. Вагиналды ағу бұл норма. Мөлдір немесе аздаған ақшыл ағу норма. Бірақ мынадай жағдайларда дереу дәрігерге баруыңыздар керек. Жасыл немесе сарғыш ағу. Жағымсыз иіспен ағу. Көпіршікті ағу, трихомониаздың белгісі. Ірімшік тәрізді ағу, молочница. Сероватый, балық иісімен ағу, бактериальды вагиноз. Қан аралас ағу, етек кір кезінде емес. Бұлар неден болуы мүмкін? Молочница, бактериальды вагиноз, жыныстық жол инфекциялары, хламидиоз, гонорея, трихомониаз, эндометрит, жатыр мойны мәселесі. Неліктен кешіктіруге болмайды? Хламидиоз, гонорея, емделмесе жұмыртқа жолдарын зақымдайды. Тұтасу пайда болады, бедеулік. Сонымен қатар жұбайыңызға жұқтырасыздар. Ол да зардап шегеді. Ерте анықталса, 1-2 апта антибиотик. Кешіктірілсе, созылмалы процесс, операция. Төртінші белгі – іш астының немесе жамбас маңының тұрақты ауруы. 1-2 күн ауырды, өтіп кетті. Бұл жағдайлық болуы мүмкін. Бірақ апталар, айлар бойы тұрақты ауру болса, бұл міндетті тексерту белгісі. Қандай ауру алаңдатады? Бір жақтан тұрақты сырқырау. Жыныстық қатынас кезінде ауру. Жата қалғанда немесе тұрғанда ауру. Несеп шығарғанда ауру. Ішке тигенде ауру.
Бұл неден болуы мүмкін? Аднексит, аналық без және жолдардың қабынуы. Эндометриоз, аналық без кистасы. Миома, аналық без апоплексиясы. Кенеттен қатты ауырса, жедел жәрдем. Жыныстық жол инфекциялары. Аппендицит, кейде гинекологиялық аурумен шатасады. Маңызды ескерту. Аналық без апоплексиясы, аналық без жарылуы, өте қатты кенеттен пайда болған ауырсыну болса, дереу жедел жәрдем шақырыңыздар. Бұл өмірге қауіпті жағдай, кешіктіруге болмайды. Неліктен тұрақты ауруды кешіктіруге болмайды? Аднексит созылмалы болса, жолдарды зақымдайды. Бедеулік. Аналық без кистасы өссе, апоплексия қаупі. Жарылса, ауыр операция. Эндометриоз прогрессирлесе, ауыр зардаптар. Ерте анықталған, ерте емделеді. 5-ші белгі. Жатыр мойнынан немесе аналық бездерден тексеру нәтижесінде күмән болса. Бұл біршама басқа белгі, бірақ өте маңызды. Кейбір әйелдер тексеруден кейін бақылауда болыңыз деп айтылады, немесе 6 айдан кейін қайтып келіңіз деп. Бірақ бармайды, ұмытады, немесе қорқады. Мынадай жағдайларда ешқашан кешіктірмеңіздер. ПАП тест нәтижесінде ауытқу табылса, ультрадыбыста кистаның өскені байқалса, бұрын анықталған миоманың үлкейгені, жатыр мойны дисплазиясы диагнозы болса, бақылауды өткізіп алмаңыздар. ВПЧ жоғары қауіпті типі табылса. Неліктен кешіктіруге болмайды? Жатыр мойны дисплазиясы рак алды жағдай. Бақылаусыз қалса, рак дамуы мүмкін. Жылдар кетеді. Бірақ тұрақты бақылауда болса, ерте рак алды өзгерістерді жойып, рак тудырмайды. Аналық без кистасы өссе, апоплексия немесе скручивание қаупі. Дер кезінде операция жасалса, аналық безді сақтайды. Кешіктірілсе, аналық безді алып тастауға тура келуі мүмкін. Бонус, 6-шы белгі. Менструация 15 жасқа дейін басталмаса. Жас қыздарда. 15 жасқа дейін етеккір басталмаса, гинеколог немесе эндокринологқа міндетті түрде баруы керек. Гормональды немесе анатомиялық мәселе болуы мүмкін. Ерте анықталса, ерте емделеді. Болашақта жүктілік мүмкіндігі сақталады. Жалпы қорытынды айтайын. Гинекологқа баруды кешіктіруге болмайтын 5 белгі. 1. Етеккір арасында немесе жыныстық қатынастан кейін қан кету. Дереу барыңыздар. 2. Өте қатты ауыратын етеккір. Іс-тіршілікке кедергі жасайтын. Тексеріңіздер. 3. Жағымсыз иіспен немесе ерекше түспен ағу. Жыныстық жол инфекциясы болуы мүмкін. 4. Іш астының немесе жамбас маңының тұрақты ауруы. Аднексит, эндометриоз, киста болуы мүмкін. 5. Алдыңғы тексеру нәтижесінде күмән болса, бақылауды өткізіп алмаңыздар. Маңызды кеңес. Гинекологқа баруды кешіктіру кейде өмірге қауіпті. Рак ерте кезеңде 100%-ға жуық емделеді. Кеш кезеңде өте ауыр. Айырмашылық. Дер кезінде барғанда. Ұялмаңыздар, қорықпаңыздар. Гинеколог сіздің досыңыз. Ол сізді кінәламайды. Тексеруге барыңыздар. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Комментарийде жазыңыздар. Гинекологқа бару туралы сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Барлық комментарийлерді оқимын. Жақындарыңызға, достарыңызға, қыздарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Бұл белгілерді білу өмір сақтайды. Келесі видеода жыл сайын гинекологқа бару неге маңызды, белгі болмаса да туралы толықтай айтамын. Сонда кездескенше. Аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ Сәбитовна, қайта кездескенше.